Бүгін ұйықтаған уақытым 1 сағат 55 минут. 1:53-те ұйықтадым, 3:50-де ұйқыдан тұрдым. 55 минут глубокий сон, 1 сағат легкий сон. Бұл қазіргі таңда шын айтқанда рекорд. И былай айтқанда ол уайымнан емес. Мен просто көріп жатырмын да, өте көп адам қарызда, и там ұйқы жоқ, уайым болып жатыр дейді. Негізі алдарыңызға мақсат қойыңыздар, челлендж, ойынға айналдырыңыздар. И сол жолда жүрсеңіздер, сіздерде ұйқы уайымнан емес, ал өмірге деген қызықтан болмайды. Просто мысалы андай болып қалды да, партнерларым келіп, түнге дейін баняда болдық. Болашаққа пландарды обсуждать еттік, қалай істейміз, партнерлармен қалай дамимыз деген сияқты. Потом жаңағыдай тахаджуд, таң намазы мешітте, одан кейін менде таңертең съемкалар болды. Таңғы 6-да съемкалар болды, одан кейін тренировка, одан кейін жаңағыдай кездесулер, жұма. И күн деген плотный. Поставщиктармен бәрімен сөйлесіп жатырмыз, жұмыс істеп жатырмыз. Поэтому жаңағыдай енді қарызда жүргендерге айтатын жаңағыдай күшті жинап алыңыздар, алдарыңызға мақсат қойыңыздар, қанша уақытта шығасыздар, айына қанша таза пайда табасыздар, қалай табасыздар, и сол жолға жұмыс істей беріңіздер. Мысалы, мен бүгін сол ұйықтаған 1 сағат 55 минут, енді одан кейін жұмадан кейін бір 40 минутта ұйықтап алдым, болды. Қазір кешкі 10, өзімді хорошо чувствую. Қазір құдай қаласа ертерек жатам, сөйтіп жаңағы таң атпай свежий огурчик болып қалды. И все, ертең дальше встречи, переговоры, там жұмыс. В общем, өмір деген қайнап жатыр. Жұмыс істеңіздер, и сіздерде бәрі жақсы болады.